заңсыз алып кетеді. Содан бері 1948 жылы 9 айдың 8 күні туылған шешем Нұрбәтиев Дайрабай қызы жесір қалады. Сол қаралы күннен бастап біз әкемізден айырылдық. Басымызға қара бұлт төнді. Мен Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан, Біріккен ұлттар ұйымынан кісілік құқығын қорғауымды үміт етемін. Сонымен бірге әкем Қазақстан Республикасына келгеннен бұрын неше мәрте ота жасалған, жүре алмайтын. Содан 2018 жылы 7 айда әкем белгісіз себептермен ауырған. Содан Сауан аудандық халық емханасына басына қара дорба кигізіп, 2 сақшы кеп дәрігерге қаратқан. Сол екенін, әкем екенін жақын туыстарын көрген, бірақ кезіктірмеген. Содан саяси үйрену лагеріне қайта әкеткен. Менің әкем не үшін кінәлі? Еш кінәсі жоқ. Әкем ешқашан заңды аттамаған. Себебі менің әкем 40 жыл Сауан ауданы халық үкіметінің партия мектебінің директоры болған, архив мекемесінің директоры болған, Сауан аудандық саяси мекемесінің директоры болып 43 жыл Қытайға адал еңбек еткен әкем 73 жасында не үшін